Баршаңызға сәлем достар. Осындай құймақты дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ол үшін сіздерге керек ингредиенттер: сүт, жұмыртқа, ұн, сұйық май, қант, тұз және сары май. Құймаққа қосатын сүтіміз жылы болу керек. Бар жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Массамызға тұз қосамыз. Және сұйық май. Ұнды салған кезде осындай аз қасықпен кәдімгідей үйіп саласыз. Түйіршік қалмау үшін массамызды біркелкі болу үшін әбден араластырамыз. Процесті жылдамдату үшін мен кейде миксер қолданамын. Массамыз біркелкі болғаннан кейін жылы сүтті қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей, құймаққа массамыз дайын. Осындай сұйық болу керек. Сол кезде құймақтарыңыз жұқа болып шығады. Сіздермен бөлісе кетейін. Қазіргі уақытта лайфхак деп айтады. Табаны майлау үшін осы әдісті қолданамын. Құймақ дайындауды жеңілдетеді. Осындай аршылған пияз немесе картоп бір бөлігін шанышқаға енгізіп қолдануға болады. Мен көбінесе пияз қолданамын. Бұл әдіс өте ыңғайлы. Қолданып көріңіздер. Табаны қыздырып, сіздерге айтқан әдісті осылайша қолданамын.
Дайын болған құймақты сары маймен майлап, бетін полиэтиленмен жауып қоямын. Сол кезде құймақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Мен дайындаған массадан 14 құймақтай шықты. Отбасыңызда адам көп болса, әрине осы пропорцияны көбейтуге болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Осы рецептпен дайындалған құймақ балаларыма өте ұнайды. Сондықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Құймақты осылай сгущенка, варенье немесе қаймақпен ұсынсаңыз болады.